Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай нәп-нәзік мамықтай үлпілдік жұмсақ бөлкелерімізді пісіретін боламыз. Бұны тапсырысқа да, балаларыңызға, отбасыңызға жасап берсеңіздер болады, оңай дайындалады. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Жылы сумен үстімізді араластырып, оның үстіне ашытқы және де 3 ас қасық қантымызды салып, кішкене қаламұша ванилин қоссақ болады, және 3 ас қасық ұнымызды салып араластырып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Бұл біздің апарамыз болады. Апарамыздың бетіне осындай көпіршіктер шығып тұру қажет. Содан соң оған бір жұмыртқамызды жарып салып, тұзымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап сұйық массамызды араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды 3 бөлікке бөле отырып салып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Ұныңызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Міне біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ қолға жабысқыш болып, сұйықтау болып иленеді. Сонан соң кішкене ғана қолымызға май құйып жіберіп, астына үстіне барлық жан-жағына майдан тегізіп, тағы бір басып шығамыз да бетін жауып 2 сағатқа көтеріп аламыз. Міне осындай 2 сағатта әп-әдемі болып, жылы жерде көтеріліп, дайын болып тұр біздің қамырымыз. Енді жұмыс үстеліміздің бетін майлап, қамырымызды бір илеп жібергеннен соң, осындай 60 граммнан бөліп шығамыз. Қалауыңызша 30-40 граммнан да немесе 80 граммнан да бөлсеңіз болады. Ол енді өз қалауыңыз бойынша. Міне осылай араларын сәл алыстау етіп орналастырамыз, себебі тағы да көтерген кезде үлкейетін болады. Бетін майлап, целлофанмен және майлықпен жауып, тағы 40 минутқа жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Оған дейін осындай бетіне сеппесін дайындайтын боламыз. Ұнымызды, қантымызды және сары майымызды салып, жақсылап осылай қолымызбен үгіте отырып, ұнтақ жасаймыз, яғни крошка жасайтын боламыз. Консистенциясы осындай болып шығуы тиіс. Міне біздің нандарымыз дайын болды, бөлкелеріміз бір-біріне жақындады, аралары көріп тұрғандарыңыздай. Енді бетіне абайлап жұмыртқамызды жағып шығамыз. Сонан соң осы сеппемізді аямай бетіне сеуіп шығамыз. Көптен сеуе берсеңіздер болады. Бұл біздің сеппеміз алғашқы күні қытырлақ болып тұрады да, екінші күндері жұмсарады. Енді бөлкелерімізді 180 градус пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Мінекей біздің топ-томпақ жұмсақ бөлкелеріміз дайын болды. Үстінен бассақ қайтадан өз орнына келеді. Міне қандай жұмсақ екенін видеодан өздеріңіз көріп отырған боларсыздар. Енді сары маймен шайды жіберетін бөлкелер болды. Тапсырысқа да жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге менің видеом, рецептім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен осы видеоны бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Каналымда басқа да көптеген сәтті рецепттер бар, және де алдағы уақытта тағы да аптасына 2 рет видеолар шығарып отыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Баршаңызға ас болсын.